Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін Майнкрафттағы 20 құпиясын айтамын. Онда кеттік достар. Міне достар, осы Майнкрафттың бірінші құпиясы. Бұл енді құпияда осындай бізге лама керек. Еще бізге осындай сері ковер. Сосын біз деген оған отырамыз. Сосын біз оған кидірсек, бізде түрлі бір қызық лама шығады. Қараңыздар. Супер лама сияқты, достар, какой-то бір қызық. Отсылка сияқты, приколдар сияқты разработчиктардың. Ал жарайды достар, онда келесі құпияға көшейік. Бұл құпияда енді сіз полублокты аударып қоя аласыз, достар. Негізі бұл просто стена, Ол үшін бізге осындай бір зат керек. Міне, осылай біз деген чатқа жазамыз, осылай команды. Қазір мен жазып көрейін. Собачка П. Сосын структур void деп жазамыз біз. Void. Бұл структурный пустота деп аталады. Міне достар. Негізі мына жерде пустота тұр, достар. Одан сіз өтіп кете аласыз, бірақ блок қойамайсыз, Міне, біз сосын бұлай мына стенаны аламыз. Сосын біз просто бұлай қоямыз да, бұлай істейміз, болды. Бізде енді осындай аударылып тұрған полублок сияқты шығады. Ал жарайды достар. Осы құпия сіздерге ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыздар. Және де келесі құпияға көшейік достар. Бұл құпия өте қызық достар. Сіздер ешқашан көрмедіңіздер. Біз осылай команды блокты аламыз достар. Мен қазір айта салайын сіздерге қалай алатынын. Еще бұлай көрсетейін. Біз бұлай give собачка P команд блок деп жазамыз. Команды блок. Міне. Сосын біз оны қоямыз да, ішіне бұлай команда жазамыз. Қараңыздар. Play animation собачка E animation.gast.scale i99 деп. Не? Осылай сіз команда жазасыз. Сосын бізде бұлай бассақ, гигант болып кетеді бәрі. Ода ламаны қараңыздар. Және бұл командада мобтар да, игроктар да гигантский болып кетеді. Менің скиным қазір сондай. Ал жарайды достар, онда келесі құпияға көшейік. Бұл осындай жаңа обновлениеде дават еткен құпия. Енді сізден осындай бір өсімдік дават етті, достар. Енді бізде осындай өсімдікті бұлай ағаш қылып өсірсе болады, гүлдері бар. Қараңыздар, әдемі, достар. Міне, осындай бір күшті ағаш. Сіздер де осы карталарыңызды әдемілеу үшін осы ағашты өсіріңіздер. Ал жарайды. Күшті құпия, еще қып-қысқа. Онда келесі құпияға. Міне, бұл құпияда өте қызық. Бізде осылай грибі алып аламыз да жер түсейік давайте. Олар бедрокта да өсе береді, достар, бұл фейк емес. Бірақ мына жер қараңғы болу керек, қараңыздар. Ал мына жерге олар қойылмайды, потому что ол қараңғы емес. Давайте мына жерді бұлай қазамыз да қойып көрейік. Міне, осылай. Осылай сізде грибной ферма жасасаңыз болады, ал жарайды. Осындай бір күшті құпия, ол бедрокта да өсе береді. Бастысы қараңғы болу. Ал онда келесі құпияға көшейік. Міне, кажды осындай бір блок ол деген осылай сигналға әсер етеді. Мысалы, мынау деген осындай, ал мынау деген осындай алысқа, ал мынау мынандай жерге осылай. Онда 4 3, 2, 1 осылай. Сіздер де механизм жасап көріңіздер, осылай күшті механизм. Өте ұзын мұны, достар, ал жарайды. Сіздер де осылай новый версияда механизмдар жасап көріңіз. Онда келесі құпияға көшейік. Міне достар, бұл құпияда енді осындай. Бізде енді редстоун үстіге көтеріліп тұр. Достар, бұны осылай жасаса болады. Біз айнекті осылай қоямыз да,
сосын мына жерге редстоун, мына жерге редстоун, осылай. Сосын олар бұлай бір-біріне жабысады да, как будто ол үстіге кетіп бара жатқан сияқты. Және де осымен механизм жасаса болады. Міне достар, бұл құпия өте күшті. Сіздер оны білмедіңіздер. Міне, осы жерде осындай какой-то бір әріптер ме бірдеңелер шығады, иә? Сіз білесіз бе? Әйнекпен жүгіргенде тура сол әріптер шығатын, қараңыздар. Менің астымнан сол әріптер шығады, қараңыздар. Міне осындай бір күшті құпия, қараңыздар мұқият. Тура сол әріптер мына жердегі сияқты. Я, достар, осындай бір керемет құпия. Бұны аз адам біледі. Шамамен 93% ғана білмейтін сияқты оны. Я, жарайды, достар. Келесі құпияға көшейік. Не, достар, бұл енді келесі құпия. Бұл құпияда енді сізге айтайын. Түлкілер олар броня кие алады, я, достар. Олар қалай киетінін. Давайте мен наны лақтырайын оған. Ол оны алып алды. Осылай мен қазір лақтыра берейін оған. Осылай, және де осылай. Сосын осы түлкі оны киіп алған соң, оны өлтіру өте қиын болады. Потому что ол незаритовый броня киіп алды. Енді ол броня оны қорғайды, бірақ ол көрінбейді. Я, достар. Тек оны өлтіргеннен соң оны алса болады. Ол броняны давайте өлтіріп көрейік. Қалай ұзақ өлетін ол. Міне, достар, осылай. Міне, бронясын алып алдық. Ол оны қолданды ма? Қолданып та, уже сынайын деп тұр ғой. Ал жарайды, достар. Сіздер де тексеріп көріңіздер осы бір күшті затты. Осы құпиясын Майнкрафттың. Онда келесі құпия. Осында енді сізден осылай манекенді де Диндербоун или Грум деген атпен сіз оны теріс қыла аласыз. Я, достар. Міне, біз осылай оны істей аламыз. Мысал, мынау. Біз мынаны Грум дейік, мынаны Диндербоун. Ал жарайды, достар. Міне, бүгінгі осындай видео болды. Енді келесі сериясында тағы да 10 құпиясын айтам. Сонда бүкілі 20 құпия болады. Ал жарайды, достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Онда сау болыңыздар, достар.